Ертеңгісен достар, бүгін мен Каракан дебютын көрсететін боламын. Каракан дебюты осылай басталады қазір. Осылай позицияда болады. Көбісі личес ойыншылары жейді, біз осы кезде жейміз. Олар сонымен атаковать етсе, қашып, оған отбор береміз. Сосын оны пешкамен жайменен оған атаканы дайындай бастаймыз. Ол өзінің пешкасы арқылы өзіне қашан жол жасса атаковать етеміз. Ол қашқан соң өзіміздің ойынымызға ферзді қосамыз. Ферздің жолын жапса, бұл ең дұрыс ход. Біз сонымен атаковать етеміз. Ферзді жертварсаймыз, оны жесеген соң біз мат қоямыз. Ал егер оны жемей маттан қорғанса, біз ферзбен отступить етеміз. И көбінесе бұл жерде мынандай ходтар жүргізеді. Мысалға, осы кезде біз оңай мат қойғызамыз. Ал егер де бұл жерде олар коньмен жүрсе, бағанағы нені қайталаймыз. Тоже мат. Және де егер де бұлай жүрсе де, біз тура сондай матты оңай қоя аламыз. Міне. Және де мынандай позицияда болуы мүмкін. Бұл слон осы коинға нападать етсе, оны прогонять етесіздер. Одан кейін отступить еткен соң атака жасайсыздар. Сосын бұл бағанағы позицияға ұқсайды. Және де сіздерде күшті позиция, и сіздер оңай с легкостью бұл позицияны ұста аласыздар. Бұдан кейін, мысалға, осы кезде олар атты шығарса, біз жемейміз, ферзіміз шығарамыз. Егер де бұл кезде атты қорғасам, көбінесе естіп жасайды. Онда біз бояқтан мат қоямыз бір ходта. Ал егер де жесе, біз оны жейміз. Ол көбінесе тоже осылай коньді шығарса, біз слонын шығарамыз. Біздің ферзға атаковать етсе, біз жертва жасаймыз. Оны жеген соң, біз осы жерде мат қоямыз. Ал егер де оны жемесем, біз просто отступить етеміз. Сосын бізде жақсы позиция, и өзіміздің развитиямызды күшейтеміз. Рокировка жасап, және де қара слонды шығарып деген сияқты. Осындай позициялар болуы мүмкін. Көбінесе осындай позициялар встречаться етеді. Егер де бұның екінші частыда болады скоро. Уақыт көп болып кетті. Барлықтарыңызға көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Келесі видеода сіздерді күтетін боламын.